Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздермен бірге болатын мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Қарасай аудандық филиалының оқытушысы Фатима Төлегенқызы Сағымбекова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: телефонға шақырып жібересіз бе? Грамматикалық тақырып: тәуелдік жалғаудың үшінші жағы. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Әлем, ен, ең, орналасқан, тар, гүл, ғимарат, субұрқақ, даңғыл, ескерткіш, қонақ үй, мұражай, ескі, жолақ, өзен. Телефонға шақырып жібересіз бе? Шақырып жіберші. Қазір шақырамын. Сені телефонға шақырып жатыр. Құрметті тыңдаушылар, жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Бірінші тапсырманы орындайық. Суретке сәйкес сөздерді жазыңыз. Тексеріңіз. Ғимарат, өзен, субұрқақ, гүл, ескерткіш, бағдаршам. Келесі оқылым тапсырмасы. Бірге дауыстап оқиық. Әлемдегі ең тар көше. Бұл әлемдегі ең тар көше. Ол Германиядағы Ройтлинген қаласында орналасқан. Көшенің аты Шпройерхофштрассе. Ені 31 сантиметр. 1727 жылы салынды. Бұл көшемен тек кішкентай бала ғана жүре алады. Әлемдегі ең кең көше. Аргентинаның Буэнос-Айрес қаласында орналасқан. 9 шілде даңғылы әлемдегі ең кең көше болып есептеледі. Ол 14 жолақтан тұрады. Бір жағында 7 жолақ. Ұзындығы 1 шақырым. Бұл даңғылға 100 жыл болды. 9 шілде даңғылы бойында көптеген ескерткіштер, мұражайлар, ескі ғимараттар мен қонақ үйлер орналасқан. Оқылым тапсырмасы бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Ең тар көшенің атауы. Ең тар көше қай қалада орналасқан? Ең тар көшенің ені қанша? Ең тар көше қай жылы салынды? Ең кең көше қай қалада орналасқан? Ең кең көшенің атауы. Ең кең көше қанша жолақтан тұрады?
Тексеріңіз. Шпройерхофштрассе әлемдегі ең тар көше. Ең тар көше Германиядағы Ройтлинген қаласында орналасқан. Ең тар көшенің ені 31 сантиметр. Ең тар көше 1727 жылы салынды. Ең кең көше Аргентинаның Буэнос-Айрес қаласында орналасқан. 9 шілде даңғылы әлемдегі ең кең көше. Ең кең көше 14 жолақтан тұрады. Келесі грамматикалық тақырып. Тәуелдік жалғаудың үшінші жағы. Қолдануы. Атаулардан кейін келген зат есім тәуелдік жалғаудың үшінші жағында қолданылады. Мысалы, бұл көшеде Абай атындағы опера және балет театры орналасқан. Грамматикалық тақырып бойынша тапсырма орындайық. Екі тіркестің қайсысына тәуелдік жалғау жалғанатынын табыңыз. Тексеріңіз. Киім дүкені, НДК банкі, Нұра өзені, Самал ықшам ауданы, Тау алмасы, Досымның есімі, Әзірет Сұлтан мешіті, Газет дүңгіршегі, Эйфель мұнарасы, Сарыарқа қонақ үйі, Республика даңғылы, Республика сарайы. Құрметті тыңдаушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы. Өзіңіз тұратын қаланың көшелері туралы жазыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.